2014 жылғы 11 сәуірдегі нөмірі 188 сызықша 5 КРЗ. Азаматтық қорғау туралы Қазақстан Республикасының заңы 69 бап. Өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету. Осы заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады. Авария ғимараттардың, құрылыстардың және немесе техникалық құрылғылардың қирауы, бақыланбайтын жарылыс және немесе қауіпті заттардың шығарындысы. Оқыс оқиға аварияға алып келмеген қауіпті өндірістік объектіде қолданылатын техникалық құрылғылардың істен шығуы немесе бүлінуі, технологиялық процесті жүргізудің қауіпсіздігін қамтамасыз ететін параметрлерден ауытқу. Өнеркәсіптік қауіпсіздік жеке және заңды тұлғалардың қоршаған ортаның қауіпті өндірістік факторлардың зиянды әсерінен қорғалу жай-күйі. Уәкілетті орган өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында мемлекеттік реттеуді жүзеге асыратын мемлекеттік орган. Қазақстан Республикасының азаматтық қорғау туралы заңында өнеркәсіптік қауіпсіздік ұғымына қауіпті өндірістік факторлардың зиянды әсерінен жеке және заңды тұлғалардың қоршаған ортаның қорғалу жай-күйі ретінде анықтама беріледі. Өнеркәсіптік қауіпсіздік техникалық регламенттерде, өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету қағидаларында, нұсқаулықтарда және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерінде белгіленген талаптардың сақталуына бағытталған. Авариялар мен инциденттердің негізгі себептері өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарының бұзылуы болып табылады. Қауіпті өндірістік объектілердің өнеркәсіптік қауіпсіздігі өндірістік тәуекелдердің іске асуы кезінде туындайтын теріс салдарлардан өндірістік аумақтағы барлық объектілер мен субъектілердің қорғалу жай-күйі. Қауіпті өндірістік объектілерде қорғалу деңгейін қамтамасыз ету оңай емес, өйткені бұл объектілердің өндірістік қызметі тәуекелмен тікелей байланысты. Қауіпті өндірістік объектілер қызметінің ерекшеліктерімен белгіленген қатаң қағидаларды сақтау ғана ықтимал теріс салдарды барынша азайтуға мүмкіндік береді. Өнеркәсіптік қауіпсіздік қызметіне ұқсас бағыттардың бірі еңбекті қорғау. Алайда еңбекті қорғаудың негізгі мақсаты жұмыскерлердің өмірі мен денсаулығын қорғау екенін, ал өнеркәсіптік қауіпсіздік тікелей авариялардан қорғауға бағытталғанын ескеру қажет. Еңбекті қорғау авариялардан қорғамайды, бірақ ол сондай-ақ әртүрлі қауіпті өндірістік аймақтар объектілеріндегі қызмет қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін әзірленген бір қатар іс-шараларды қамтиды. Оларға өндіруші, мұнай-газ өнеркәсібі, тау-кен саласы, электр энергетикасы, ауыл шаруашылығы және тамақ өнеркәсібі жатады. Жүйеге мұндай объектілерде жұмыс істейтін жұмыскерлерге, сондай-ақ кәсіпорын басшылығына және бақылаушы органдарға қойылатын талаптар кіреді. Қауіпті өндірістік объектілерге жіберу үшін аттестаттауға да ерекше талаптар қойылады. Өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету. Объектіде өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету ұйымның тікелей басшылығының, сондай-ақ ұйымда қауіпті өндірістік объектілердегі қауіпсіздікке жауапты болып тағайындалған тұлғалардың міндеті. Мұндай іс-шаралар кешенін жүзеге асыру барлық жұмыскерлердің қауіпсіздік техникасын сақтауына, ішкі нұсқамалар мен қолданыстағы регламенттердің орындалуына, сондай-ақ өндірістік желілерді іске қосар алдында жабдықтарды мұқият әрі күнделікті тексеруге байланысты ғана мүмкін болады. Өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында тұрақты тексерулер жүргізіледі. Олардың міндеті объектіде авариялық қауіпті жағдайдың туындауына әкелуі мүмкін себептерді анықтау және жою. Сондай-ақ орын алған инциденттердің салдарын барынша азайту. Қауіпті өндірістік аймақта өз міндеттерін орындайтын барлық жұмыскерлер белгілі бір дәрежеде объектідегі өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етуге жауап береді. Қауіпті өндірістік объект – бұл өнеркәсіптік объектінің жұмыскерлер, өндірістік процесс және тұтастай кәсіпорын үшін жоғары тәуекелмен байланысты бөлігі. Өндірістік объектінің қауіптілік дәрежесі оны кәсіпорындар тізіліміне тіркеу процесінде бағаланады. Өнеркәсіптік қауіпсіздік туралы заңға сәйкес, Қазақстан Республикасында объектілер бірінші санаттан жоғары қауіптілік, төртінші санатқа төмен қауіптілік дейін бөлінеді. Мұндай объектілердің тізіміне мынадай заттармен жұмыс жүргізілетін кез келген аймақтар кіреді. Тез станатын, жарылғыш, уытты, жанғыш, тотықтырғыш, қоршаған орта үшін қауіпті заттар.
Сондай ақ жұмыскерлерге қауіп төндіретін объектілер қатарына сұйық металдармен және қорытпалармен жұмыс жүргізілетін орындар, жүк көтергіш механизмдер орнатылған объектілер, температурасы Цельсий бойынша 115 градустан жоғары суы бар, қысымы 0,7 паскальдан жоғары жабдықтар орнатылған объектілер және қауіпсіздік техникасы сақталмаған жағдайда ауыр жарақаттарға, тіпті өлімге әкелуі мүмкін өзге де жағдайлар жатады. Өнеркәсіптік қауіпсіздіктің міндеті тіпті ықтимал қауіпті объектілерде және тәуекелі жоғары жағдайларда да жұмыскерлердің өмірі мен денсаулығы кез келген инциденттер мен авариялардың туындауынан барынша қорғалатын жағдайларды жасау. Өндірістік объектілердің өнеркәсіптік қауіпсіздігі, жұмыскерлердің міндеттері. Қауіпті өндірістік объектілердегі өнеркәсіптік қауіпсіздіктің не екенін, инцидент пен авария қандай салдарға келуі мүмкін екенін біле отырып, қауіпті өндірістік объектілер жұмыскерлерінің тізіміне енгізілген кәсіпорын қызметкерлері бірқатар рәсімдер мен міндеттерді сақтауға міндетті. Олардың қатарына мыналар кіреді. Өнеркәсіптік қауіпсіздіктің не екенін білу, объектідегі мінез-құлық қағидалары туралы, қауіпсіздік техникасы қағидаларына енгізілген ақпаратты және өзге де нұсқаулықтар бойынша терең хабардар болу. Қауіпті өндірістік объектідегі өндірістік қызметке қатысты барлық заңдарды сақтау. Міндетті аттестаттаудан өту. Онсыз жауапты тұлғалардың өнеркәсіптік объектіге жіберуге құқығы жоқ. Туындаған оқиғалар туралы, мәселенің ауқымына қарамастан жоғары тұрған басшылықты хабардар ету. Жабдықтың техникалық ақауына немесе авариялық жағдайға әкелуі мүмкін өзге де себептерге күдік болған жағдайда осы объектідегі жұмыстарды тоқтату. Кәсіпорындағы салдарды жоюға қатысу, оның ішінде өзінің біліктілігіне, басшылық берілген әрекеттерге және тәжірибесіне сәйкес іс-шаралар кешенін орындау. Қауіпті өндірістік объектідегі жұмыскер әрқашан өз әрекеттеріне есеп беруі тиіс. Объектідегі инцидент немесе авария бойынша кінәні қасақана жасыруға, немесе басқа жұмыскерді кінәлауға жол берілмейді. Ірі аварияларға себепкер болған, қауіпсіздік техникасының негізгі қағидаларын үнемі бұзатын жұмыскерлер қойылатын талаптарға сәйкес келмеген үшін атқарып отырған лауазымнан босатылуы тиіс. Кәсіпорындағы өнеркәсіптік қауіпсіздікке кім жауап береді? Кәсіпорындағы өнеркәсіптік қауіпсіздікке ұйымның басшылығы, сондай-ақ қауіпті өндірістік объектілердегі қауіпсіздікке жауапты болып тағайындалған тұлғалар жауап береді. Сонымен қатар, қауіпті өндірістік аймақта жұмыс істейтін әрбір жұмыскер де өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарын сақтауға және қауіпсіз еңбек жағдайларын қамтамасыз етуге белгілі бір дәрежеде жауапты болады. Инцидентке әкелетін әрекеттер мен оқиғалар. Қауіпті өндірістік объектідегі инцидентке көптеген себептер әкелуі мүмкін. Жағдайды зерттеуге жауапты тұлғалардың міндеті болған оқиғаны талдау және оның теріс салдарын, сондай-ақ болашақта мұндай жағдайлардың туындау қаупін азайтуға мүмкіндік беретін барлық шараларды қабылдау. Оқиғаның сипаты антропогендік сипатта, адам қызметімен байланысты болуы мүмкін. Немесе қызметкерлерге тәуелсіз өзге себептерден туындауы мүмкін. Мұндай жағдайда жағдайды алдын ала болжау қиынырақ болады. Жұмыскердің міндеті өз міндеттерін орындауға кіріспес бұрын жабдықты мұқият тексеру. Өзге жағдайда қызметкер өнеркәсіптік қауіпсіздік қағидаларын сақтайды деп айту мүмкін емес. Егер барлық талаптар сақталған болса, ақаулы жабдықты қолданар алдында тексеру жүргізілгені дәлелденсе, ал инцидент жұмыскерге байланысты емес мән-жайлардан туындаса, мысалы, тексеру барысында анықтау мүмкін болмаған ақаулық салдарынан немесе ауа райының күрт нашарлауы кедергі келтірсе, онда болған оқиға үшін жұмысшы персоналдан жауапкершілік алынады. Оқыс оқиға. Өнеркәсіптік қауіпсіздікте оқыс оқиға деген ұғым қолданылады. Ол объектіде пайдаланылатын техниканың істен шығуын, сондай-ақ жоспарланған технологиялық өндіріс процесінің бұзылуын білдіреді. Алайда жабдықтың барлық істен шығуын оқыс оқиғаға жатқызуға болмайды. Бұл терминнің толық мағынасында ол аварияға әкелмеген қауіпті техникалық ақаулықты немесе оның салдарын, не технологиялық процестің бұзылуын сипаттайды. Өнеркәсіптік қауіпсіздікте оқыс оқиғаны авариядан ажырату қиын емес. Авария елеулі шығындар мен қирауға келеді, ал оқыс оқиға мұндай салдарға соқтырмайды.
Ол тек жабдықтың, оның ішінде қауіпті өндірістік объектілердегі жабдықтың істен шығуымен байланысты болады. Егер авария өндірістік объектінің жұмыс қабілеттілігін толық тоқтатуға келсе, оқыс оқиға тек нормадан ауытқу түрінде көрінеді. Ал жағымсыз жағдайлар орын алғанда, ол авариялық жағдайға келуі мүмкін еді. Оқыс оқиғадан кейін техникалық ақау әсер етпеген жабдықтың, техниканың, өндірістік бірліктердің қалған бөлігі істен шыққан объектілерден айырмашылығы жұмысын жалғастыра береді. Сондықтан оқыс оқиғаның салдары жұмыскерлермен тұтастай кәсіпорын үшін анағұрлым жеңіл болады, және оларды елеулі өндірістік технологиялық шығындарсыз жоюға болады. Фактордың сипаттамасы, әрекеттер мен оқиғалар. Антропогендік, жұмыскерлердің қызметімен байланысты. Салғырттық. Жұмыскер қызметінің оның біліктілігіне сәйкес келмеуі, тәжірибенің болмауы. Жоғары тұрған тұлғаның қате бұйрығын орындау. Алкогольдік немесе есірткілік масаң күйде жұмыс істеу. Объектідегі қауіпсіздік қағидаларын сақтамау. Ереуілдер. Жабдықты қасақана білдіру және жұмыстан бас тарту. Жұмыскерлердің қызметіне байланысты емес. Табиғи апаттар. Өндірістік ақау немесе жабдықтың ескіруі салдарынан оның істен шығуы. Нақты өндірістік объектідегі қызметтің тоқтауына әкелген ілеспе жүйелердің істен шығуы. Жұмыскерлердің қателіктеріне байланысты емес, өзге де әрекеттер. Негізгі ереже учаскеде қауіпсіздік шараларын сақтау. Бұған мыналар кіреді. Жұмысты бастар алдында жабдықты тексеру. Кәсіпорын жұмыскерлеріне қатаң өткізу бақылауын енгізу, оған рұқсаттарды күнделікті тексеру. Жұмыскерлердің жағдайын бақылау. Сондай-ақ әсіресе қауіпті өндірістік объектілермен жұмыс істеу кезінде біліктілікті тұрақты арттыру. Кәсіпорындағы талаптар мен ішкі еңбек стандарттарына сәйкестікті, қолда бар технологиялық базаның жай-күйі мен дайындығын бағалау мақсатында басшылық немесе шақырылған сарапшылар топтары тарапынан тексерулер, ревизиялар жүргізу. Ұйымда бақылау мен тексерулер жүргізуге жауапты тұлғаны тағайындау. Оқыс оқиғалар мен авариялар 70% жағдайда кәсіпорын жұмыскерлерінің кінәсінен туындайды. Бұған жол бермеу үшін жұмыскерлердің қызметіне бақылауды күшейтіп, олардың міндеттерін жайлы әрі қауіпсіз жағдайларда орындауын қамтамасыз ету қажет. Кейде оқыс оқиға мен аварияны алдын ала болжау немесе болдырмау мүмкін болмайды. Бұл белгілі бір уақыт бойы қалыпты пайдаланылғаннан кейін техниканың бұзылуына әкелген өндірістік ақауларға қатысты жағдайлар туралы айтылып отыр. Кейде мұндай мәселелерді терең әрі тұрақты тексерулер жүргізілгеннің өзінде анықтау мүмкін болмайды. Сондықтан кейбір жағдайларда оқыс оқиғалар мен авариялар кездейсоқ сипатта болады. Мұндай жағдайда басшылықтың міндеті өндірістік объектіде аталған жағдайлардың туындауына әсер ететін антропогендік факторларға байланысты барлық өзге себептерді барынша азайту. Өндірістік қауіптіліктердің түрлері. Биологиялық қауіпсіздік. Инфекциялық аурулардың таралуын бақылаудан бастап, биологиялық материалдармен және қалдықтармен жұмыс істеу процестерінің қауіпсіздігін қамтамасыз етуге дейінгі мәселелердің кең ауқымын қамтитын күрделі әрі көп факторлы сала. Биологиялық қауіпсіздік қағидаттарын түсіну және қолдану биологиялық тәуекелдердің алдын алу және қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін аса маңызды. Биологиялық қауіпсіздік жұмыскерлердің, қоршаған ортаның және қоғамның биологиялық заттардың әсеріне ұшырау қаупін болдырмайтын немесе барынша азайтатын әкімшілік шараларды, қауіпсіздік рәсімдерін, жұмыс тәжірибесін, жабдықтармен қамтамасыз етуді және ғимараттардың құрылымдық ерекшеліктерін қолдануды білдіреді. Биологиялық қауіпсіздіктің негізгі қағидаттары мыналардан тұрады. Биологиялық заттардың әсеріне ұшырауды барынша азайтуды қамтамасыз ету. Бұған қорғаныш киім, арнайы аяқ киім, қорғаныш көзілдірігі, маскалар, қолғаптар сияқты жеке қорғаныш құралдарын, сондай-ақ арнайы жабдықтар мен желдету жүйелерін пайдалану арқылы қол жеткізіледі. Биологиялық заттардың таралуын болдырмау үшін тосқауылдық және өзге де оқшаулау түрлерін қолдану. Биологиялық заттар мен қалдықтарды залалсыздандырудың және кәдеге жаратудың тиісті әдістерін қолдану. Биологиялық агенттерді, тәуекелдерді бағалау және жіктеу.
Өндірістегі биологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз етудегі маңызды қадамдардың бірі биологиялық агенттерді пайдалану және өңдеумен байланысты тәуекелдерді бағалау болып табылады. Тәуекелдерді бағалау биологиялық қауіптіліктің ықтимал көздерін анықтауды, әсерге ұшырау қаупінің алдын алу немесе оны төмендету үшін қажетті шараларды айқындауды, сондай-ақ оқыс оқиға болған жағдайда іс-қимыл жоспарын әзірлеуді қамтиды. Биологиялық агенттер әдетте адам денсаулығы мен қоршаған ортаға төндіретін қауіп деңгейіне қарай бірінші деңгейден төмен қауіп, төртінші деңгейге жоғары қауіп дейін жіктеледі. Өндірістегі биологиялық қауіпсіздікке қойылатын талаптар. Биологиялық заттармен жұмыс жүргізілетін өндірістік алаңдарда биологиялық қауіпсіздік талаптарын қатаң сақтау қажет. Бұл мыналарды қамтиды. Тәуекелдерді бағалау. Биологиялық заттармен жұмыс істеудің барлық процестері үшін тәуекелдерді бағалау жүргізілуі тиіс. Бұл нақты процесс үшін қажетті биологиялық қауіпсіздік деңгейін анықтауға көмектеседі. Персоналды оқыту. Биологиялық заттармен жұмыс істейтін барлық жұмыскерлер өндірістегі биологиялық қауіпсіздіктің қағидаттары мен тәжірибесіне оқытылуы тиіс. Техникалық қауіпсіздік құралдары. Тәуекелдерді барынша азайту үшін қауіпсіздік шкафтары, автоклавтау аппараттары және желдету жүйелері сияқты тиісті техникалық құралдар қолданылуы тиіс. Қалдықтарды дұрыс кәдеге жарату. Барлық биологиялық қалдықтар жергілікті және ұлттық регламенттерге сәйкес тиісті түрде залалсыздандырылып, кәдеге жаратылуы тиіс. Биологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз етудегі басқарудың рөлі. Өндірістегі биологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуде басқару шешуші рөл атқарады. Ол қауіпсіздік мәдениетін қалыптастыруы тиіс. Оған мыналар кіреді. Биологиялық қауіпсіздік бойынша саясат пен рәсімдерді әзірлеу және енгізу. Жұмыскерлерді оқытуды және даярлауды қамтамасыз ету. Қауіпсіздік жүйелерінің өзектілігі мен тиімділігін қамтамасыз ету үшін тұрақты мониторинг пен талдау жүргізу. Қауіпсіздік аудиттерін өткізуге және анықталған кемшіліктерді түзетуге жауапкершілік. Оқыс оқиғаларға ден қою шаралары. Барлық сақтық шаралары қабылданғанына қарамастан, биологиялық агенттермен байланысты оқыс оқиғалар орын алуы мүмкін. Мұндай оқиғаларға ден қою үшін алғашқы көмек көрсетуді, жұмыс орнын дезинфекциялауды және тиісті органдарды хабардар етуді қамтитын нақты айқындалған рәсімдердің болуы маңызды. Өндірістегі биологиялық қауіпсіздік ұйымның барлық деңгейлерінің белсенді қатысуын талап ететін күрделі әрі аса маңызды сала. Қауіпсіздіктің барынша жоғары деңгейін қамтамасыз ету үшін тәуекелдерді тұрақты бағалау, персоналды оқыту, тиісті техникалық қауіпсіздік құралдарын пайдалану және биологиялық қалдықтарды дұрыс кәдеге жарату қажет. Мұның барлығы қауіпсіз жұмыс кеңістігін құруға және жұмыскерлер мен қоршаған ортаның денсаулығын қорғауға көмектеседі. Электр қауіпсіздігі қағидаларын барлық жұмыскерлер сақтауы тиіс. Өйткені бұл қауіпсіз жұмыстың ажырамас бөлігі болып табылады. Бұл қағидалар абайсыздық салдарынан туындауы мүмкін қауіптерден персоналды қорғау үшін енгізілген. Негізгі мақсат жұмыскерлерді жарақаттар мен жазатайым оқиғалардан қорғау. Жұмыскерлер үшін электр қауіпсіздігінің негізгі қағидалары. Жабдықты рұқсатсыз және мақсатына сай емес пайдалануға болмайды. Жөндеу және басқа операцияларды тек мамандар ғана орындай алады. Авариялық батырмаларды білу және пайдалану қажет. Жұмысты аяқтағаннан кейін жабдықтың өшірілгеніне көз жеткізу қажет. Техникаға дымқыл қолмен жанасуға болмайды. Әрдайым жұмыс беруші берген жеке қорғаныш құралдарын пайдалану қажет. Электр қауіпсіздігі қағидаларын сақтаудың маңызды аспектілерінің бірі электр қауіпсіздігі қағидалары бойынша білімді тексеру. Жұмыскерлер кәсіпорын ұйымдастыратын оқытудан өтуі тиіс. Бұл әсіресе ірі жабдықтармен жабдықталған кәсіпорындарға қатысты. Өрт қауіпсіздігі бұл объектінің өрттің туындау мүмкіндігі болмайтын. Ол туындаған жағдайда қауіпті факторлардың теріс әсерін жою үшін қажетті шаралар қолданылатын жай-күйі. Бұл шаралар әрбір кәсіпорында сақталуы тиіс. Өрт қауіпсіздігінің тағы бір анықтамасы жеке тұлғаның, мүліктің, қоғамның және мемлекеттің өрттерден қорғалуының жай-күйі. Біріншіден, әрдайым стандарттарды, құрылыс нормалары мен қағидаларын, жобалау талаптарын басшылыққа алу қажет.
Яғни кез келген кәсіпорында қосалқы шығу жолдары болуы тиіс. Барлық ғимараттар мен құрылыстарға адамдардың да, өрт сөндіру машиналарының да еркін қол жеткізуі қамтамасыз етілуі керек. Кәсіпорын ішінде эвакуация жоспары орналастырылуы тиіс. Екіншіден, өрт кезінде адамдардың толық қауіпсіздігі қамтамасыз етілуі тиіс. Әрбір жұмыскер өрт қауіпсіздігі қағидаларының талаптарын нақты білуі және орындауы қажет. Сондай-ақ кәсіпорындардың барлық жұмыскерлері өртке қарсы нұсқамадан өткеннен кейін ғана жұмысқа жіберілуі тиіс. Үшіншіден, барлық техника жарамды күйде болуы тиіс. Бұл қандай да бір қысқа тұйықталу жағдайларын болдырмау үшін қажет. Сондай-ақ қосылып тұрған электр құрылғыларын қараусыз қалдыруға болмайды. Төртіншіден, кәсіпорында өрт дабылы, өрт сөндіргіштер және өзге де өртке қарсы құрал жабдықтар орнатылуы тиіс. Байланыс құралы әрдайым жұмысқа жарамды күйде болуы керек, және оның жанында өрт сөндіру қызметін шақыру нөмірлері көрсетілген тақтайша болуы тиіс. 01-101 немесе 112. Әрбір кәсіпорынның персоналы қызмет саласына қарамастан өрт қауіпсіздігі қағидаларын білуі және оларды тәжірибеде қолдана алуы тиіс. Тиісті оқытудан өтпеген адамдар жұмысқа жіберілмейді. Өртке қарсы нұсқамадан ұйымның барлық жұмыскерлері өтеді. Оқыту барысында олар мыналарды біледі. Осы объектінің ерекшелігін ескере отырып, өрт қауіпсіздігіне қойылатын талаптар қандай екенін. Өрттің алдын алу үшін ғимараттарда және кәсіпорын аумағында болған кезде қандай қағидаларды сақтау қажет екенін. Өндірістік процесс кезінде қауіпсіздікті қалай қамтамасыз ету керектігін. Өрт болған жағдайда не істеу керек екенін. Өрт сөндіру құралдарын қалай пайдалану, эвакуацияны қалай дұрыс ұйымдастыру және тағы басқа. Өртке қарсы нұсқаманы кәсіпорынның өрт қауіпсіздігіне жауапты қызметкері жүргізеді. Оның өзі міндетті түрде өрт техникалық минимумнан өтуі тиіс. Персоналдың алған білімдерін жоғалтпау үшін нұсқама жылына 1 рет, ал өрт қауіпті кәсіпорындарда жылына 2 рет қайталап жүргізілуі тиіс. Ерекше жағдайларда жоспардан тыс нұсқамада өткізіледі. Өрт техникалық минимум – неғұрлым тереңдетілген оқыту бағдарламасы. Ол кәсіпорындар мен бөлімшелердің басшыларына, өрт қауіпсіздігі қағидаларына жауапты қызметкерлерге, еңбегі өрт және жарылыс қаупімен байланысты жұмыскерлерге, білім беру ұйымдарының мамандарына, яғни басқа адамдардың өмірі мен денсаулығы үшін жоғары жауапкершілік жүктелетін тұлғаларға арналған. Оқыту мемлекеттік өрт қадағалау органдарымен келісілген арнайы бағдарлама бойынша жүргізіледі. Курс аяқталғаннан кейін тыңдаушылар емтихан тапсырады. ÖТМ жұмысқа қабылданғаннан кейін 1 ай ішінде өту қажет. Кейіннен әр 3 жыл сайын қайталап өту керек. Өрт қауіпті кәсіпорындардың жұмыскерлері оқыту курсын жыл сайын қайталап өтуге міндетті. Эвакуация бойынша оқу жаттығу іс-шаралары. Әрбір ұйымда өрт кезіндегі эвакуация бойынша жаттығулар жоспары болуы тиіс. Бұл өрт қауіпсіздігі қағидаларына жауапты қызметкерлер әзірлейтін, ал ұйым басшысы бекітетін құжаттар жиынтығы. Жаттығулардың өзі кемінде жарты жылда 1 рет өткізілуі тиіс. Кейбір жағдайларда, мысалы, басқа объектіде өрт болған кезде, жаттығулар кестеден тыс ұйымдастырылады. Оқу эвакуациясы бойынша сабақ барысында ұйым персоналы төтенше жағдайда жылдам әрі дүрбелеңсіз әрекет етуге, қауіпті дұрыс бағалауға, қозғалыс бағытын дұрыс анықтауға, өрт сөндіру жүйелерін пайдалануға және зардап шеккендерге көмек көрсетуге үйренеді. Жаттығу аяқталғаннан кейін арнайы комиссия оның нәтижелерін бағалайды. Егер қойылған мақсатқа қол жеткізілмесе, оқу эвакуациясы қайтадан өткізіледі. Жоғары қауіпті жұмыстарға жіберу. Жоғары қауіпті жұмыстарға наряд рұқсаттама дегеніміз не? Жоғары қауіптілікпен байланысты жұмыстарды жүргізу заңнамалық деңгейде нақты регламенттеледі. Оларды орындау тәртібі белгілі бір актілермен, регламенттермен және нормативтермен бекітілген. Атап айтқанда, кәсіпорын жұмыскері мұндай жұмыстарға жіберілуі үшін оған арнайы құжат, наряд рұқсаттама рәсімделуі тиіс. Наряд рұқсаттама дегеніміз не және ол не үшін қажет? Наряд рұқсаттаманың болуы ерекше қауіпті жұмыстарды жүргізудің міндетті шарты. Ол жазбаша түрде рәсімделеді және жоғары қауіпті жағдайларда жұмыстарды орындауға рұқсат беретін ұйымның өкімі болып табылады. Наряд рұқсаттама жұмыстарды бастауға рұқсат ретінде қызмет етеді.
Тиісті дағдылары мен даярлығы бар, қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқамадан өткен жұмыскерлердің жұмысқа жіберілгенін растайды. Жұмыстардың қауіпсіз жағдайларда орындалуына кепілдік береді. Құжатта қауіпсіздік шараларын қамтамасыз ету жөніндегі іс-шаралар көрсетіледі. Жұмыстардың басталу және аяқталу күндерін тіркейді. Наряд рұқсаттамада сондай-ақ бригаданың құрамы және қауіпті жұмыстарды орындауға рұқсат беретін, әрі оның салдары үшін жауапты тұлғалардың тегі, аты жөні көрсетіледі. Бұл жағымсыз салдарлар туындаған жағдайда ұзақ сараптамалар жүргізбей-ақ кінәлі тұлғаларды анықтауға мүмкіндік береді. Наряд рұқсаттамаларды қолдануға байланысты құжат айналымына қойылатын талаптар Қазақстан Республикасы Еңбек министрінің 2020 жылғы 28 тамыздағы нөмірі 344 бұйрығымен бекітілген. Жоғары қауіптілік жағдайларында жұмыстарды жүргізу кезінде наряд рұқсаттамаларды рәсімдеу және қолдану қағидаларында бұдан әрі қағидалар белгіленген. Құжат қағидаларда көрсетілген талаптар сақталған жағдайда, сондай-ақ жұмыстарды дайындауға және тікелей орындауға қатысатын барлық қызметкерлердің қолдары болған кезде жарамды болып есептеледі. Қалай рәсімделеді? Наряд рұқсаттаманы рәсімдеу үшін белгіленген нысандағы бланк пайдаланылады. Қағидаларға бірінші қосымша. Ол 2 данада толтырылады. Түзетулер, өшірулер және қателерді жөндеуге жол берілмейді. Үйін берген барлық наряд рұқсаттамалар қағидалардың екінші қосымшасында үлгісі көрсетілген жоғары қауіпті жұмыстарды орындауға наряд рұқсаттамалар беру есебінің журналына енгізіледі. Журналдың беттері нөмірленіп, өзі тігіліп бекітіледі. Наряд рұқсаттамаға қосымша ретінде аумақтың ерекше қауіпті жұмыстарды жүргізуге дайындалғанын растайтын жоспарлар мен сызбалар қоса тіркелуі тиіс. Наряд рұқсаттаманың қолданылу мерзімі. Наряд рұқсаттамада жоспарланған жұмыстардың мерзіміне сәйкес келетін күндер көрсетіледі. Құжат мынадай мерзімдерге берілуі мүмкін. 1 ауысымға. Берілген жұмыс көлемі орындалатын бүкіл кезеңге, егер жұмыстар үздіксіз жүргізілсе, берілуі мүмкін. Және әр ауысым басталар алдында ұзартылып отырады. Наряд рұқсаттаманы жабу тәртібі. Наряд рұқсаттаманы жабу үшін құжатта мыналар көрсетілуі тиіс. Жұмыстардың аяқталған уақыты. Жұмысқа жіберуші белгілейді. Жұмыс өндірушінің және жұмысқа жіберуші тұлғаның қолдары. Егер жұмысқа жіберуші болмаған жағдайда, оның міндеттерін нарядты берген қызметкер орындайды. Бұзушылықтар үшін жауапкершілік. Өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарын бұзу. Айыппұлдар мен жазалар кімге қолданылады? Өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарын бұзу авариялық жағдайларға, соның салдарынан жұмыскерлердің өмірі мен денсаулығына қауіп төндіруге әкелуі мүмкін ауыр құқық бұзушылық. Өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарын бұзғаны үшін айыппұлдар өте жоғары мөлшерде белгіленген, ал кейбір жағдайларда қылмыстық жауапкершілік те көзделуі мүмкін. Жауапкершілік кімдерге қолданылады? Өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарын бұзған үшін жауапкершілікке қатардағы жұмыскерлерде әртүрлі деңгейдегі басшылар да тартылуы мүмкін. Басшылар қандай жағдайда жауапкершілікке тартылады? Егер олар бұзушылықтар туралы біліп, бірақ оларды жою бойынша шаралар қабылдамаған болса, қауіпсіздік қағидаларына қайшы келетін өкімдер берген болса, қауіпсіздік қағидаларын сақтамай, жұмыстарға тікелей басшылық жасаған болса. Жұмыскер қандай жағдайда жауапкершілікке тартылады? Егер жұмыскерге арнайы өкіммен немесе лауазымы бойынша қауіпсіздік талаптарын сақтау жауапкершілігі жүктелсе, ал ол бұл талаптарды елемеген болса, оған жаза қолданылуы мүмкін. Егер жұмыскер, мысалы, өнеркәсіптік қауіпсіздік жөніндегі маман, өз тарапынан басшылыққа қолда бар бұзушылықтар туралы ақпаратты жеткізу үшін барлық қажетті шараларды қабылдаса, онда ең ықтимал жағдайда оған жауапкершілік жүктелмейді. Өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарын бұзған үшін жазалар әкімшілік және қылмыстық болуы мүмкін. Әкімшілік жазалар айыппұл түрінде қолданылады. Олар жеке жұмыскерлерге де, ұйымның өзіне де салынуы мүмкін. Сондай-ақ әкімшілік жазаларға лауазым атқару құқығынан айыру және ұйым қызметін тоқтата тұру жатады. Өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарын бұзған үшін әкімшілік жауапкершілік. Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 93-тен 96-ға дейінгі баптарына сәйкес компанияларға 20-дан 200 айлық есептік көрсеткішке дейін айыппұл салынады. Өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарын бұзған үшін қылмыстық жауапкершілік. Қылмыстық жауапкершілік тек құқық бұзушылық жасаған адамға ғана қолданылуы мүмкін. Қылмыстық жауапкершілік.
Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінің 156 бабына сәйкес туындайды. Қазақстан Республикасы кәсіпорындарында еңбекті қорғауды ұйымдастыру тәртібі мемлекеттік деңгейде қабылданған келесі ресми құжаттармен регламенттеледі. КР әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 93-тен 96-ға дейінгі баптары, КР еңбек кодексінің 4 және 5 бөлімдері, КР қылмыстық кодексінің 156 бабы. Жұмыс берушінің еңбекті қорғау талаптарын бұзғаны үшін жауапкершілігі, негізгі нормативтік құқықтық актілердің қауіпсіздік техникасын, өндірістік санитарияны және еңбекті қорғаудың өзге де қағидаларын бұзғаны үшін жауапкершілікке қатысты ережелеріне сәйкес жұмыс берушінің талаптарды орындамауы 20-дан 80 айлық есептік көрсеткішке АЕК дейін айыппұл түріндегі әкімшілік жазаға әкелуі мүмкін. Ал 1 жыл ішінде қайталап бұзушылық жасалған жағдайда 120 АЕК-ге дейін айыппұл салынады. Айыппұл санкциялары әртүрлі меншік нысанындағы кәсіпорындарға, шағын, орта және ірі бизнес субъектілеріне, сондай-ақ коммерциялық емес ұйымдарға салынуы мүмкін. Әкімшілік жазаларды қолдануға негіз болатын жағдайлар: еңбекті қорғау бойынша нұсқама жүргізу талаптарын бұзу, кіріспе нұсқамадан басқа. Еңбекті қорғау және қауіпсіздік бойынша қажетті құжаттардың болмауы. Еңбекті қорғау жөніндегі заңнаманы сақтау шеңберінде жұмыс беруші міндетті: кәсіби тәуекелдерді бағалауға және оларды жою, азайту және ықтимал салдарының алдын алу үшін қажетті шараларды қабылдауға. Атап айтқанда, өндірістік процестер мен жабдықтарды қауіпсіздеу түрлеріне ауыстыруға, профилактикалық іс-шаралар жүргізуге. Өз қаражаты есебінен персоналды қауіпсіздік техникасы және еңбекті қорғау мәселелері бойынша даярлауды, оқытуды, нұсқама өткізуді, білімін тексеруді ұйымдастыруға, сондай-ақ жұмыскерлерді тиісті құжаттамамен қамтамасыз етуге міндетті. Еңбекті қорғауды басқару жүйесін, өндірістік бақылау деректерін жедел талдауды және еңбек жағдайларына тұрақты мониторинг жүргізуді қамтитын ішкі өндірістік бақылауды ÖБ ұйымдастыруға. Жұмыс орындарындағы еңбекті қорғау талаптарына сәйкес келмейтін бұзушылықтарды жою бойынша шараларды дереу қабылдауға. Қауіпсіздік қызметін құруға. Қызметкерлер саны 50 адамнан асатын компаниялар үшін өзекті. 90-ны кемінде 1 рет мемлекеттік қадағалаудың уәкілетті өкілдеріне еңбек жағдайларының жай-күйі туралы есеп беруге. Кемінде 5 жылда 1 рет өндірістік объектілердің заңнамалық талаптарға сәйкестігіне аттестаттау жүргізу үшін мамандандырылған ұйымды тартуға. Жұмыскерлерді жұмыс орнындағы жазатайым оқиғалардан сақтандыру полистерімен қамтамасыз етуге міндетті. Тікелей жұмыс берушіден бөлек, еңбекті қорғау талаптарын бұзғаны үшін кәсіпорында қауіпсіздік техникасының, еңбекті қорғау нормалары мен қағидаларының сақталуын қамтамасыз ету міндеті жүктелген лауазымды тұлғалар да жауапкершілікке тартылады. Еңбекті қорғау талаптарын сақтауға жауапты тұлға. Жұмыскерлердің өмірі мен денсаулығына зиян келтірілген жағдайда мынадай әкімшілік немесе қылмыстық жазаларға тартылуы мүмкін: 200 АЕК-ке дейінгі мөлшерде айыппұл, түзеу немесе қоғамдық жұмыстар, 50 тәулікке дейін қамауға алу, 7 жылға дейін бас бостандығын шектеу немесе айыру, 3 жылға дейін белгілі бір қызметпен айналысу немесе белгілі бір лауазымдарды атқару құқығынан айыру. Санкциялардың қатаңдығы нақты құқық бұзушылыққа және оның салдарының ауырлығына байланысты болады. Персоналдың жауапкершілігі. Қатардағы жұмыскерлерге қатысты айтатын болсақ, олардың міндетіне жұмыс беруші әзірлеп бекіткен қауіпсіздік техникасы мен еңбекті қорғау жөніндегі нормаларды, нұсқаулықтарды және регламенттерді қатаң сақтау кіреді.